Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз қисық бетімен жұмыс. Бүгін біз сабақта қисық сызықтармен жұмыс жасауды, векторлық суреттерді құруды үйренеміз. Біз алдымен түзу сызықтарды салуды үйреніп алайық. Ол үшін безе қисықтарын және түзу сызықтарды салу құралын қолданамыз. Бұл бізде безе қисықтарын және түзу сызықтарды салу құралы болып табылады. Бұл құрал үшін үнсіз келісім бойынша безе қисықтары нұсқасы орнатылған. Безе қисықтарын және түзу сызықтарды салу құралын таңдағанда, жұмыс аймағында жоғары жағында сызықтар типін өзгертетін қосымша батырмалар пайда болады. Ол батырмалардың қызметімен тоқтала кетейік. Бірінші бізде безе қисықтарын салу сызығы. Екінші бізде спиро қисығын салу. Үшінші бізде бисплайн қисығын салу. Төртінші кез келген бағытта түзу сызық салу. Бесінші бізде көлденең және тік сызықтарды салу. Қисық сызықтарды қалай сызамыз? Қисық сызықтарды салу үшін безе қисығын және түзу сызықтарды салу құралын таңдаймыз. Қисық сызықтарды да әртүрлі режимде сызуға болады екен. Мысалы, біз бірінші қисық сызықты алатын болсақ, ол бізде безе қисығын салу. Міне дәл осы сурет секілді салуға да болады екен. Және екінші бізде спиро қисығын салу. Міне оның салу түрі былай болады екен. Үшінші қисығымыз бізде бисплайн қисығы екен. Оны да дәл осы секілді салуға да болады екен. Төртінші бізде кез келген бағытта түзу сызықтарды салу. Міне осы кез келген бағытта біз осы сызықтармен салуға болады екен. Бесінші сызығымыз бізде көлденең және тік сызықтарды салу болып табылады екен. Безе қисығын ерікті сызықтар, векторларды салуға мүмкіндік беретін графикалық редакторлардың құралдарының бірі екен. Осы режимдер қисық сызықтар арқылы суреттер салуға болады. Ол үшін безе қисығын пайдаланып гүлдің күлтелерін саламыз. Оның көшірмесін жасап күлтелердің үстіне орналастырамыз. Түстер палитрасын қажетті түстермен безендіріп бояймыз. Жапырағын да қисық сызу батырмасын көмегімен саламыз. Жапырақты бояғанда градиентті бояу қолданамыз. Суреттерді аумағын белгілегенде кішкентай бағыттаушы жебе пайда болады. Қосымша мәзір арқылы ерекшелеген аумақтың көлемін өзгертуге, бұруға, үлкейтіп кішірейтуге, бір орыннан екінші орынға жылжытуға көшірмесін жасауға болады екен. Салынған суретті 90 градус сағат тілінің бағытымен вертикаль, горизонталь және қарама-қарсы бағыттарда төменгі батырмалардың көмегімен бұруға болады. Суретті белгілегеннен кейін бұл батырмалар құрал саймандар тақтасынан пайда болады. Суреттер мен кескіндердің түрлендіруі үшін құрал саймандар тақтасынан контур түйіндерін өзгерту құралын таңдаймыз. Контур түйіндерін өзгерту құралын таңдағанда контур түйіндерінің барлығын көре аламыз. Қажетті түйінде таңдап, тінтуірдің сол жақ батырмасын ұстап тұрып, оны жылжыту керек. Түйінді таңдаған кезде кескінді қосымша түйіндер пайда болады. Түйінді өзгерту құралының көмегімен кескінді 2 рет шерту арқылы оған қосымша түйіндер қосуға суреттің өлшемі мен пішінін өзгертуге болады. Олай болса балалар, біз бүгінгі сынып жұмысына талдап салыстырайық тапсырмасын орындайық. Суреттерді салыстырып ойыңды айт. Олар қандай құралдардың көмегімен салынған? Екінші тапсырмамыз дәптерге орындайық. Мына суреттегі өзің білетін құралдардың атауын және қызметтерін дәптерге жаз. Осы 2 тапсырманы сынып жұмысына орындайық. Ал олай болса, балалар талдап салыстырайықтың тапсырмасын өзіміз тексерейік. Бірінші бізде суретіміз спиро қисығымен салынған сурет болатын. Екінші суретіміз бізде кез келген бағытта түзу сызықты салу болатын. Үшінші суреттегі бізде бұл қарындаштың көмегімен салынған сурет.
Ал балалар, бізде келесі тапсырмамыз: дәптерде орындайық. Мына суреттерді өзің білетін құралдарының атауын жаз және қызметін дәптерге жаз деп берілген болатын. Сол тапсырманың аясында біз Inkscape программасына барайық. Inkscape программасында міне тұрған мына құрал саймандар. Бұл төрт бұрыш, домалақ және жұлдызшалар, және мынау 3D коробка, мынау спираль сызығы. Осы құрал перо деген құрал саймандарға баратын болсақ, осы жоғары жағында түрлі құрал саймандар шығады. Міне бағанағы мен айтқандай, бірінші бізде безе қисығын салу болатын, екінші бізде спиро қисығын салу, үшінші бізде бисплайн қисығын салу, төртінші кез келген бағытта түзу сызықты салу, бесінші көлденең және тік сызықтарды салу болатын. Ал бұл жерде балалар, бұл жердегі карандаш және каллиграфия дейді. Осы жерге біз текст жазуымызға болады екен, және де түрлі құрал саймандар бар екен. Біз егерде салған суретімізді бояйтын болсақ, міне пипетка дегенді басу арқылы және заливканы басу арқылы осы жерден түс таңдап отырып, сол суретке түс береді екенбіз. Олай болса, балалар, осы құрал саймандарды жазып қояйық. Ал олай болса, балалар, біз сыныпта осы гүлдің суретін салатын боламыз. Ең бірінші біз Inkscape программасына барамыз. Осы жерде безе қисығының құралын таңдаймыз да, перосын. Соның ішінде безе қисығын саламыз. Оны бүйтіп ерекшелеп алып, жайлап гүлдің күлтесін жасай бастаймыз. Мына бізде гүлдің күлтесі. Оны біз ерекшелеп аламыз да, копировать етіп, екінші түрін жасаймыз, және тағы да копировать етеміз. Төрт гүлдің күлтесін жасаймыз. Ал енді бұл гүлдің күлтесін жоғарғы жаққа қойып, екіншісін бұрамыз. 90 градусқа бұрамыз да, оны да гүлдің күлтесінің жанына қосамыз. Келесі гүлді де осылай қойып алып бұрамыз, және оны да гүлге жақындатамыз. Мына гүлдің күлтесін де осылай бұрып аламыз да, бұны да осы жерге қосамыз. Ал енді гүлдің сабағын жасау керек болады. Енді біз гүлдің сабағын жасау үшін перо құралын басып, осы жерде нені жасаймыз? Безе қисығын басамыз да, осы жерде сабағын жасап аламыз. Бізде гүлдің сабағы жасалды. Бізде бұл гүлдің сабағы. Гүлдің сабағын біз жасыл түске бояп аламыз. Ал енді біз осы гүлдің сабағын кішкене гүлге жақындатамыз. Өстіп жақындатамыз. Ал енді бізге гүлдің жапырақтарын жасау керек болады. Сондықтан біз қайтадан безе құралын таңдап аламыз да, безе сызығын аламыз және
гүлдерден жапырақ жасайтын боламыз. Міне осылай жасаймыз. Міне, енді бізде екінші жапырақ жасаймыз. Міне бізде жапырақ пайда болды. Міне балалар, осындай гүлді біз сабақта қазір жасап шығарайық. Тыңдағандарыңа рахмет. Жақсы, сау болыңдар. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.